келгенсің? Қолыңдағы не бұл? Ол кәмпит. Әжем маған ауылдан кәмпит алып келген. Ой, бәрекелді. Тәтті ел, тәтті. Керемет күшті екен түрі. Қыздар, бұл деген талқаннан жасалған жент қой. Ұнап тұр ма сендерге? Әдемі екен, е? Қане өзімізде жасап көреміз ба осындай қылып? Олай болса, кеттік ішке барып жасап көрейік. Қалай жасауға болады екен осындай тәттіні өзіміз жасайық, е? Ал балалар, жаңа біз Айшатайдың алып келген жентін көрдік қой, е? Сол жент сендерге қызық болды ма? Енді соның қалай жасау керек екен сендерге үйретейін. Енді балалар қараңдаршы, не бұл? Сөк, дұрыс айтасыңдар. Үйде сөк жейсіңдер ма? Енді мен осы сөктен талқан жасауды көрсетейін. Міне, мынаны уыстап аламыз, қолымызға уыстаймыз да, мына жерде тесігі бар, міне, осыған саламыз. Уыстап алып. Міне, асылым, алып сен өзің диірменіңе салып ала ғой. Ортасына салып ал. Оңнан солға қарай міне бұлай тартамыз. Мына сөгіміз, екі тастың ортасында үгітіліп, бізге талқан болып шығады қазір. Апай, менде талқан шығып жатыр. Ой, бәрекелді. Міне көрдіңдер ма, балалар? Апай, менде талқан шығып жатыр. Ой, бәрекелді. Міне талқанымыз шығып жатыр ма? Жаңағы сөгіміз, міне ұнтатылып, талқан болып шығып жатыр. Енді осы талқаннан қазір жаңағы жентті жасап көреміз ба? Ал балалар, мінекей жаңағы талқанымыз, мінекей. Қарап алыңдаршы міне. Жаңа өзіміздің тартып алған талқанымыз, е? Көрдіңдер ма? Алуға болады. Міне май салып берейін сендерге. Осының үстіне қазір өздерінің мөлшерлерімен талқан салып аламыз да. Сосын мінекей шамалы ғана талқан салайық ішіне. Қане өздерің салып алыңдар талқандарыңды. Салып алыңдар. Сал. Қосай бер ішіне. Енді қолымызбен қанекей қысып, саусағымызбен араластырамыз, әбден араластырамыз. Талқанымыздың басы бірігіп жатыр. Оған май қосқаннан кейін. Мінекей, қанекей, кімдікі болып қалды? Менікі болып қалды. Міне мен сияқты қылып, мынандай болып шығады. Мінекей, жаңағы майға араласқан талқанымыз дайын болды, е? Екі алақанның арасына салып домалап құрт сияқты қылып істеуге де болады. Істеген бұл. Енді қане істеп көрейік. Бірінші міне мынадай қысып, саусақтың арасына қысып, міне бір қолмен. Құртқа ұқсайды ма? Әжелеріміздің құртына ұқсап қалды ма? Апай, менікі де. Мінекей. Сөкті қайға тарттық? Ермеге тарттық. Ой, бәрекелді. Керемет. Қане, мына жерге қоямыз. Ал балалар, жаңағы біздің жасаған жентіміздің үстіне шоколад сеуі әдемілеп әрлесек болады екен бүйтіп міне. Әдем болып жатыр ма? Бір жағынан әдемі болады, және дәмді болады. Ал балалар, бұл жентті кім жасады? Біз өзіміз жасадық, е? Жентті жасауға бола ма екен? Болады екен. Апай, мен үйрен балының үйге барып жасаймын. Балалар, олай болса жасаған жентімізді жеп көреміз ба? Жеп көрейік, дәмін көрейік, е? Қане? Дәмді ме екен? Керемет па? Ой, тамаша, дәмі керемет екен, балалар. Жарайсыңдар, мінекей осындай қылып жентті жасап жеуге болады екен.